Сәлем досым. Сау адамның аурасы мен аурасы ауыр адамның аурасын талқылаймыз. Сау адамның аурасы, яғни ол адамның аурасында нұрланып тұрады. Сәйкесінше ол адамдар кез келген көз тию болмаса сырттан бір мысалы маршрутта автобуста бір адамдармен кездесіп контактіде ол адам ауырып жатса, оған жұқпайды, өйткені бұл кісінің иммунитеті, ментальды иммунитеті мықты болады. Тіл көз тиюден, ауырып қалудан, сөздің тиюінен, қарғыс сөздердің, жаман сөздердің тиюінен таза болады, ада болады. Өйткені бұл кісінің аурасы таза. Неге? Бұл кісі қандай? Бұл кісі ренжімейді, өкпелемейді, адамдарды қалай бар солай қабылдайды, мейірім махаббатпен қарайды, мейірім көзбен қарайды, түсіністікпен қарайды. Кез келген алдына кездескен жанды жан деп қарайды, яғни адам деп емес, жан деп қарайды. Бұндай адамдардың аурасы таза болады. Сәйкесінше аурасы ауыр адамдарды ренжігіш, өкпелегіш, қызғаншақ, кектенетін, қорқақ, уайымдағыш адамдардың аурасы осындай қара болып тұрады. Бір қызығы, бұндай аурада аналар жүретін болса, ол аналардың полиясы мінекей былай өте үлкен ғой, 8 метрге дейін ара қашықтықта болады. Осы анасының полиясына баласы кіреді. Баласы, егер анасының полиясы қара аурада болса, қара энергияда болса, жанында өмір сүріп жүрген балалары да тура анасының күйін кешеді. Мазасыз болады, тез ауырып қала береді. Олар да қорқақ келеді. Неге? Өйткені анасы сондай вибрацияны естеп тұр, беріп тұр, сондай вибрацияда өмір сүреді. Ол балаға қатты әсер етеді. Сондықтан да, құрметті аналар, бұндай аура тіпті сіздің жолдасыңызға да, үйіңіздегі жолдасыңызға да қатты әсерін тигізеді. Таза аурада жүру, бұл проработка жасау, өзіңізді дамыту ешқандай қиын емес. Адамдарды қабылдай білу, босата білу, ренжи бермеу, кектенбеу, қызғанбау, сәл нәрседен қорқа бермеу, уайымдамау, Құдайға бәрін тапсырып, Алла бәрін реттейді деп сенімді болу, не нәрсеге де сенімді болу, адамдарға сенімді болу, бірдеңе болып қалады деп уайымдап, қорқа беру, ол да аураны қарайтады. Адамдарды кешіре білу, адамдар үшін қуана білу, адамдарды жақсы көре білу, мейірім махаббат төгу, осы сіздің аураңыздың энергияңызды не істейді? Нұрландырады. Яғни сіз сау психологиясы бар адамға айналасыз. Таңдау өзіңізде. Сіз мынандай аурамен өмір сүргіңіз келе ме? Әлде сау аурамен өмір сүргенді қалайсыз ба?